Блинінің дәл осы рецепті өзіме қатты ұнады. Бізге керек жұмыртқа, 3 қасық қант, кішкентай қасықта жарты қасық тұз. Осы сместі жақсылап араластырып аламыз. 1 стакан ұнның жартысын құйып, қамыр сияқты дәл осы жұмыртқаға пока ештеңе қоспай араластырып аламыз. Достар, оған дейін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қолдауларыңызды өтінемін. Пока жарты ұнымыз тұрады. Енді осыған 1 стакан сүт құямыз. Бұл где-то 300 миллиграммдай сүт. Енді 1 келкі смес шыққанша араластырып аламыз. Негізі тез араласады, уайымдамасаңыздар болады. Және 3 қасық сұйық май құямыз үлкен қасықта. Жақсылап араластырамыз. Ары қарай жаңа қалған ұнымызды одан бөлек тағы 1 стакан ұн саламыз. Общий 2 стакан ұн кетеді сонда. Барлығын жақсы 1 келке етіп араластырып алған соң, кипяток, яғни ыстық судан 1 бокал құямыз. Сүт пен суның құятын ыдысы бірге болса жақсы болады, яғни бірдей ыдыста болсын, осылай өлшеп алсаңыздар болады. Все, табамызды кішкене ғана майласақ болады, майсыз да пісе береді, жабыспайды. Дәл осы рецепті пайдаланып көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өте дәмді шығады. Ас болсын.